Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазы қалай жарылмай піседі, сонымен бөлісемін. Маңызды ақпаратты жібере алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ішекті жақсылап тазалап аламыз. Ішекке бір шеңгел тұз салып араластырып 20 минутқа қоямыз. Тұз ішектің бойын жақсы тазалайды. Бойындағы тұзды қолменен сыпырып аламыз. Содан кейін сумен жуамыз. Көріп тұрғаныңыздай, қазыны ішекке тығатындай ыңғайлы етіп дайындап қойдым. Енді қазыны тұздап бұрыштаймыз. Сарымсақ қосуға да болады. Мен көз мөлшермен дайындадым. Ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосуға да болады. Араластырып болғаннан кейін 1 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап араластырып, дайын ішекке тығамызда 2 жағын байлаймыз. Содан кейін қазы тығылған ішекті толықтай жіппен орап шығамыз. Негізінде жарылмай пісудің тәсілі осы. Қазыны тескілеудің қажеті жоқ, себебі майы сыртқа шығып кетеді. Міне достар, сіздерге ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Салқын суға салып пісіргенде 2-2,5 сағатта дайын болады.